жұмыс істеу тек музыкалық қабілет келмейді. Ол сонымен қатар балалардың қазақ мәдениеті мен тарихына деген құрметін арттырып, ұлттық дәстүрлер мен құндылықтарды саналы түрде ұғынуға мүмкіндік береді. Әсіресе қобыз, домбыра, жетіген, сазсырнай, сыбызғы сияқты және түрлі біздің ұлттық аспаптар арқылы қазақ халқының әндері мен күйлерін орындау балалардың эмоциялық және интеллектуалдық дамуына әсер етеді. Енді теориялық бөлімге көшейік. Ұлттық аспаптардың мәні мен рөлі. Ұлттық аспаптар қазақ халқының мәдениетінде ерекше орын алатыны белгілі. Әр аспап өз тарихының, халықтың тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрін, рухани мұрасын бейнелеп, сол кезеңдегі әлеуметтік өмірмен хабар береді. Енді бұның барлығын оқудың қажеті жоқ, десе де мен сіздермен тапсырмалармен таныстырайын қазір. Бұл жерде ұлттық аспаптар арқылы музыкалық қабілеттерді дамыту теориясы бар. Ұлттық аспаптарды оқыту әдістемесі міне. Ұлттық аспаптарды оқыту әдістемесі 4-ші сынып оқушыларына қазақ халқының музыкалық мұрасын таныту, олардың музыкалық қабілеттерін дамыту, ұлттық өнерге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруға бағытталған арнайы педагогикалық әдіс-тәсілдер жиынтығы. Ұлттық аспаптар арқылы музыкалық білім беру кезінде мұғалім оқушыларға музыкалық техниканы, музыкалық тілдің негіздерін, сондай-ақ әр аспаптың өзіндік ерекшеліктері мен тарихын түсіндіреді. Бұл әдістеме музыкалық шығармашылықты дамыту, орындаушылық дағдыларды қалыптастыру, балалардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыру маңызды мақсаттар болып табылады. Әдістеменің негізгі аспектілері ол музыкалық сауаттылықты арттыру, 4-ші сынып оқушыларға арналған. Енді практикалық бөлімге барайық. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Тапсырма. Бірінші тапсырмада аспап және дыбыстың сипаттамасы. Оқушылар ұлттық аспаптардың дыбыстық ерекшеліктерін сәйкес сипаттамамен байланыстырады. Мысалға, домбыра, қобыз, жетіген аспаптары бұл аспаптардың, яғни үнімен таныс болады да, оның ары қарай түсінеді. Терең, қоңыр, мұңды дыбыс, ол әрине қобызда. Бұл жерде тапсырманы орындайды. Домбыра аспабы, ол негізі ашық, айқын, төкпе және шертпе күй, сай дыбыс береді. Бұл жерде орындар ауысып кеткен, десе де оқушы өзі тапсырмада соны реттейді. Терең, қоңыр, мұңды дыбыс, ол қобыз. Жұмсақ, нәзік әуен, баян, тербеліс, сол әрине жетігенге лайықты. Бұл жерде енді аспаптың атауын дұрыс анықтайды, дыбыстық ерекшелікті ажыраталады және сәйкестендіруді дұрыс орындайды. Екінші тапсырмада кестені толтыр дейді. Оқушылар шығармашылық қабілеттерін дамытатын әрекеттерді анықтайды. Ырғақты сезіну, шығармашылық ойлау және музыкалық есту. Әр қабілетке сәйкес әрекетті дұрыс байланыстырады, музыкалық қабілеттердің түрлерін таниды, кестені толық әрі нақты орындайды, толтырады. Және келесі тапсырмаларда музыкалық сурет идеяларын сәйкестендіру. Музыкалық көңіл-күй және сурет идеясы. Жылдам, көңілді әуен, қайғылы, баяу әуен, жұмсақ, жай әуен. Оны байланыстырады. Жаңбыр тамшылары сияқты баяу қозғалыспен, күннің шығуы, балалардың жүгіруі, жапырақтың баяу тербелуі, тыныш табиғат деген сияқты. Бұл жерде әуеннің көңіл күйін түсінеді, музыкаға сәйкес сурет идеясын табады, шығармашылық ойлауда қолданады. Және біз осы әдістемелік құралға арнайы ұлттық аспаптарды арқылы 4-ші сынып оқушыларының музыкалық қабілетін дамытуға арналған 34 сабақтық жоспар жасадық. Яғни ұстаздар бұны қолдана алады. Яғни мысалға, бірінші сабақта домбырамен танысады. Негізгі мақсат домбыра құрылымын білу. Тапсырма домбыра бөліктерінің атауы, әдіс тәсіл ол миға шабуыл, айналмалы бекет арқылы дискриптор ол жерде домбыра бөліктерін дұрыс көрсетеді. Екінші сабаққа барғанда екінші домбыра үнін тыңдайды, есту қабілеттерін дамытады, үндесу мен қоңырынды ажыратады, тыңдалым, салыстыру, үндерді ажыратады. Үшінші сабақта ырғақтың сезімін дамыту. Негізгі ырғақтарды соғады, домбыра шанағына жеңіл соққы арқылы ырғақты қайталайды, ритм, ойын, ырғақты дәл орындайды. 4-ші сабағында қарапайым қағыс түрлерін үйренеді, төмен, жоғары қағыстарды біледі және оны көрсетіп қайталайды. Қағысты яғни дұрыс орындайды. 5-ші тапсырмада күйді тыңдайды, күйдің құрылымын сезінеді, Құрманғазы балбырау күйін, жеңіл күйлерді талдайды, оқушының деңгейіне байланысты тыңдайды және талдайды, музыкалық бөліктерді ажыратады. 6-шы сабақта домбырамен ән сүйемелдейді, ән иірімін сезінеді, қарапайым сүйемелдеу қағыспен. Бұл жерде жұптық жұмыс болады, әнмен бірге сүйемелдеуді орындайды. Дәл осы сияқты ол келесі сабақтарда қобыз аспабы, келесі сабақтарда сыбызғы, сазсырнай деген ұлттық аспаптарға берілген осы сабақтармен 34 сабақты түйіндейтін боламыз. Енді қорытынды.
ұлттық аспаптар арқылы 4-ші сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі қазақтың ұлттық мәдениетіне деген сүйіспеншілікті қалыптастыру және музыкалық білімді тереңдету жолындағы маңызды қадам. Әр халықтың музыкалық аспаптары оның тарихи мәдени мұрасын бейнелейді. Сондықтан ұлттық аспаптар арқылы балаларға білім беру тек музыкалық сауаттылық қана емес, олардың жалпы тұлғалық дамуын, шығармашылық ойлауын, эмоционалдық және эстетикалық қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұлттық аспаптар бұл тек музыкалық құралдар ғана емес, олар ұлттың рухани байлығын сақтайтын маңызды мәдени элементтер. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер. Егер сұрақтарыңыз болмаса, келесі әріптесімізге сөз бере берейік. Сосын әріптестер кішкене ойларыңызды жинақтап, уақыт өйткені санаулы, білесіздер, қазір бітіп қалса қайтадан жасау керек болады. Сіздерге регламент 5 минут қана берілген болатын. Соны ұмытпаймыз, е? Келесі қорғаушымыз, аты жөніңізді айтсаңыз. Кім бар неде соларға? Алимкулова Сана. Жақсы, сізге сөз беріледі. Музыкант. Мектебіңізді, аты жөніңізді қайттан айтасыз ғой, аха? Аха. Демонстрация жасаңыз. Падилицаны басам ғой, е? Иә. Көрінді ма сізге? Жоқ, сіз ғана көрініп тұрсыз. Көрінбей тұрған, қай-қай. Мынаны қалай істер? Бермей шайжын. Падилицаны басам. Падилицаны басам ба, қайсысын басайын? Падилицаны басасыз. Сөдір, міне поделиться. Не машылмай тұру. Не ғып башылмай тұру. Не істеп жүрмін. Поделицаны басым. Бас поделицаны тағы. Бастым ғой не? Көрініп тұрма сіздерге? Енді, иә, шығайын деп тұр, тағы да бір басы көрексіз ғой деймін. Полны. Экранмен. Айда поделицаны. Шықты, е? Қосылды. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен әдемі Бөбекжай балабақшасының музыкантымын, Алимкулова Сана Молиқанқызы. Ұлттық аспаптар мен дидактикалық ойындар. Онда менде түсінік хат, кіріспе, теориялық негіздеме, практикалық негіздеме, ол жерде өзіміздің ұлттық аспаптар мен ойындар, ұлттық ойындар және де қорытынды. Мақсатым мектепке дейінгі жастағы балаларды қазақтың ұлттық аспаптарымен таныстыра отырып, дидактикалық ойындар арқылы олардың музыкалық есту қабілетін, ырғақ сезімін, шығармашылық және танымдық қызығушылығын дамыту, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімін қалыптастыру. Міндеттерім: балалары қазақтың ұлттық аспаптарымен, домбыра, қобыз, сыбызғы түрлері, олардың әртүрлі аспаптарымен ерекшелігімен таныстыру. Дидактикалық ойындар арқылы балалардың есту, ырғақ, дыбысты ажырату және есте сақтау қабілеттерін дамыту. Ұлттық әуендерге қызығушылықты арттырып, музыка арқылы шығармашылық қиялын, эмоциясын, сезімін жетілдіру. Ойын барысында топпен жұмыс істеу, бір-бірін тыңдау, өз ойын еркін дағдыларын қалыптастыруға жеткізу. Қазақтың мәдени мұрасын, дәстүрлі өнеріне құрметпен қарауға, ұлттық құндылықтарды бағалауға, балаларды тәрбиелеу. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру жүйесінде ұлттық құндылықтарды дәріптеу, балалардың рухани мәдени дүниесін байыту өзекті мәселеміздің бірі болып табылады. Қазақтың ұлттық аспаптарын таныстыра отырып, ойын түрінде үйрету, баланың туған халқын, өнерін тануға және қызығушылығын ерте жастан қалыптастырады. Бұл әдіс олардың музыкалық қабілеттерін дамытып қана қоймай, ұлттық сана сезімін, патриотизм сезімін тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Балалар қазақтың ұлттық аспаптарын, атауларын, сыртқы пішіні мен дыбыстардың ерекшеліктерін ажырата алады. Дидактикалық ойындар арқылы музыкалық есту қабілеті, ырғақты сезіну және есте сақтау дағдылары дамиды. Ұлттық әуендерге қызығушылық танытып, музыка арқылы өз сезімін еркін білдіруге үйренеді.
топпен жұмыс істеу, бір-бірін тыңдау, өз ойын жеткізу және шығармашылық бастамасын көрсету дағдылары қалыптасады. Қазақтың ұлттық мәдениетіне, дәстүріне, өнеріне деген құрмет пен мақтаныш сезімін нығайтады. Сөйлеу тілі мен сөздік қоры мен музыкалық ұғымдары толықтырылып, коммуникативтік қабілеті дами түседі. Ал енді ұлттық дидактикалық ойындарға келетін болсақ, бұларды мен өзімнің оқу әрекетінде көп деп қолданамын. Бұл жерде деген балалардың бәрі ұлттық аспаптарды таниды, дыбысын біледі. Әртүрлі мына жерде көрініп тұрғандай ұлттық аспаптармен ойындар ойнатылады. Мына жерде ұлттық аспаптар баланың есту қабілетін, қимыл үйлесімділігін, эстетикалық сезімін дамытады. Музыка арқылы ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіру, адалдық, еңбекқорлық және жауапкершілікке тәрбиелейміз. Музыкалық дидактикалық ойындар аспаптарды құрам. Мына жерде кестеленген, бөлінген ұлттық аспаптар, соларды балалар өздері ұлттық аспаптар, домбыра бөлінген, 4-ке бөлінген, 5-ке бөлінген бөліктерді құрап, ұлттық аспаптарды құрап береді. Оның атауын атайды, оның дыбысын ажыратады. Осындай ұлттық әртүрлі ойындарменен балалармен жұмыс жасалады. Мына жерде де фони фингер ойыны мақсаты аспаптың үнін тану, және де домбыра, қобыз, дауылпаз сияқты аспаптарды ажырата білу. Музыкалық дидактикалық ойындарды балаларға осылай үйрететін сіздерге көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі адамға көше берейік. Так. Өскенбаева Бақытгүл бар ма? Балапан айта берсін. Жақсы. Балапан балабақшасы. Балабақша балапан. Жақсы, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен әдістемелік құрал балабақшадағы музыкалық сергіту жаттығулары тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Ол тәрбиешілер мен музыка жетекшілеріне балалардың физикалық және эмоционалдық дамуына қолдау үшін практикалық кеңестер мен әдістемелерді ұсынады. Музыкалық сергіту жаттығулардың маңызы: физикалық дамуы, эмоционалдық тұрғыдан және де эмоционалдық тұрақтылық және танымдық қабілеттер, әлеуметтік дағдылар. Мақсаты мен міндеттері: біз жалпы дамуын қамтамасыз ету, музыкалық қабілеттерін арттыру, қозғалыс белсенділігін ынталандыру, ой өрісін кеңейту. Балалардың жан-жақты дамуына, яғни физикалық, психикалық және әлеуметтік тұрғыдан жетілуіне жағдай жасау. Ритмді сезіну, музыкалық есту қабілетін даму және музыкаға деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. Балалардың табиғи қозғалыс қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы олардың денсаулығын нығайту. Ой өрісін кеңейту. Сергіту жаттығулары арқылы балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін, қиялын және ой өрісін дамыту. Музыкалық сергіту жаттығулардың болашағы мен нәтижелері. Ол музыкалық сергіту жаттығуларын балабақшадағы тәрбие процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар балалардың жан-жақты дамуына, денсаулығын нығайтуға және жағымды эмоциялар алуына зор ықпал етеді. Денсаулық нығайту, қозғалыс белсенділігі арқылы балалардың иммунитетін арттырады. Дағдыларды қалыптастыру, ритм сезіндіру, координацияны және шығармашылық ойлауды дамытады. Бақытты балалық шақ ойын арқылы
ойын арқылы үйренуге және қуанышты сәттерді бастан кешуге мүмкіндік береді. Бұл құралды қолдана отырып тәрбиешілер мен музыка жетекшілері балалардың өмірін музыка мен қозғалысқа толы ете алады, негіз қалайды. Сұрақтар болса, қойсаңыздар болады. Сұрақтар жоқ болса, онда Демонстрация келесі экранын выступать ете берсінші, уақыт алмай, аха. Шыға берсек болады Zoom-нан бізге. Аяқтадыңыз ба, әріптес? Балапан балабақшасы. Аяқтадым. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Демонстрация экраны қосылмай қалды да? Сұрақ жоқ. Сұрақтар жоқ. Келесі қорғаушы қай мектеп? Немесе 42-ші орта мектеп. Мырзахмет, сіз қорғадыңыз ба? Кім қорғамады осылардың ішінде? Фариза? Ималадинова деген қорғады ма? Зәуре деген қорғады ғой, еді? Бұл жерде отырғандардың бәрі қорғады ма сонда? Получается. Жоқ, ана Фариза деген енді бірді. Мен телефонымда білмеймін. Қорғамаған әріптестер бар ма? Әріптестер өздеріңіз шыға беріңіздерші, мен мына жақта көріп тұрған жоқпын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қай мектеп? Мен Абылаева Бағила Мұратқызы. Жақсы, бастай беріңіз. Аха. Шықты ма? Демонстрация шықты ма? Әріптестер. Шықты, көрініп тұр, демонстрация. Шықты, көрініп тұр. Музыка пәнінде оқушылардың аспаптарда ойнауын тиімді меңгерту. 31-ші мектеп. Кто разговаривает? Әріптестер, ойларыңызды жинақтап, тез сөйлесеңіздер, қазір жетпей қалады тағы уақыт. Дамыған шығармашыл функционалды сауатты қалыптасуына ерекше көңіл бөлінуде. Осы тұрғыда музыка пәні оқушылардың эстетикалық талғамын, рухани мәдениетін, шығармашылық қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Музыкалық аспаптарда ойнау бұл баланың музыкалық есту қабілетін жетілдіріп қана қоймай, логикалық ойлауында, ұжыммен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Бүгінгі күнде мектептерде қосымша білім беру ұйымдарында музыкалық аспаптарда оқыту көбіне дәстүрлі әдістермен ғана шектеліп келеді. Бұл тәсіл енді оқушылардың қызығушылығын әрдайым арттыра бермейді деп ойлаймын. Барлық деңгейдегі білім алушылардың қажеттілігін толық қамти алмайды. Сонымен қатар инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған әдістемелер тапшылығын байқаймын. Сондықтан да музыкалық аспапта ойнау үдерісін жаңаша әдістемелік тұрғыда жетілдіру уақыт талабы. Осыған сәйкес музыка пәнін оқытуда
цифрлық платформаларды, интерактивті құралдарды және жобалық тәсілдерді пайдалану оқыту сапасын арттырудың маңызды тетігі болып отыр. Осы әдістемелік нұсқаулықтың өзектілігі музыкалық аспаптарда ойнауды үйрету процесін жаңартады және білім мазмұнының талаптарына сай ұлттық өнер мен заманауи педагогикалық технологияларды ұштастыра отырып ұйымдастырылды. Бұл әдістеме мұғалімдерге оқушылардың деңгейін ескере отырып тиімді оқыту, бағалау және мониторинг жүргізу жолдарын отырып оқушының мақсаты бұл музыка пәнінде оқушылардың аспаптарда ойнау дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыру және дамыту арқылы олардың музыкалық мәдениетін, шығармашылық орындаушылық шеберліктерін және ұлттық өнерге деген қызығушылықтарын арттыру, заманауи педагогикалық технологиялар мен әдістемелік тәсілдерді қолдана отырып сапалы білім беру, тұрақты практикалық дағдылар қалыптастыру. Енді осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттерді қойылады. Оқушылардың музыкалық аспаптарда ойнауға қызығушылығын ояту және тұрақты мотивация қалыптастыру. Екінші, дыбыс шығаруы, аппликатура, штрих және позиция секілді техникалық жағдайлардың жүйелі дамыту. Үшінші, жеке жұптық және топтық жұмыстар арқылы ансамбльдік орындаушылық дағдыларын қалыптастыру. Одан кейін ұлттық музыкалық мұра мен заманауи шығармаларды ұштастыра отырып репертуарлық хор құру. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне және даму деңгейіне сәйкес саралап және даралап оқыту әдістерін қолдану. Сосын цифрлық ресурстар мен онлайн платформаларды пайдалану арқылы оқу үдерісін жандандыру. Бағалау мен мониторинг жүйесін жетілдіру арқылы оқушылардың жеке прогрессін бақылау және кері байланыс орнату. Енді әдістемелік құралында қорытындылай келе, музыка пәнінде оқушылардың аспапта ойнау дағдыларын тиімді қалыптастыру бұл кешенді педагогикалық, психологиялық, әдістемелік, шығармашылық тұрғыда тоғыстырып күрделі үдеріс. Бұл үдеріс тек белгілі бір техникалық шеберлікті меңгерту. Әріптес, мынаның бәрін оқымай қойыңызшы, сіз тек қана ойыңызды жинақтап айтсаңыз бізге, өйткені запись жетпей қалады қазір уақыт. Естілмей тұр. Қорытынды бұл практикалық жұмыстар жүйесі бөлімінде жеке және жұптық топтық орындаушылық жұмыстарының маңызын айқындайды. Жеке жұмыс оқушының техникасын және музыкалық негізін қалыптастырады. Ал жұптық жұмыс бұл таңдау мен өзара үйлесімділікті дамытады. Ал топтық орындаушылық қабілеттерін жетілдіреді. Жақсы, ойыңыз келесі маңызды бөлігін айтса бола ма? Жоқ, бұл уақытыңыз аяқталды. Жақсы, рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Келесі Медетова Гүлшат Абдикеримовна бар ма екен? Екінші орта мектеп. Келесі Дауылбаева Жұлдыз Ерлановна. Қазір ғана айтқан сіз емес па? Музыка сабағында деген. 17-ші орта мектеп, иә? Жоқ, Абылаева мен 31-ші мектеп жаңа айтқан. Сіз 31-ші мектеп, Абылаева Бағила, жақсы. 17-ші орта мектеп бар ма Дауылбаева Жұлдыз? Өскенбаева Бақытгүл Өмірбековна балабақша. Балапан, сіз айттыңыз, е? Алимкулова Сана Малихановна. Әдемі балабақшасы бар ма? Жоқ. Сыдықбаева Айгүл Байбосынова. 7-ші орта мектеп бар ма? Уақыт аз қалды, әріптестер. Осы жерде отырғандардың ішінен мен қорғамадым деген адам бар ма? Барлықтарыңыз қорғадыңыздар ма? Түсінбедім. Так.
Бірінші Мырзахмет Нұрболат Мұхтарұлы деген кісі біз айтқан кезде жоқ болған, сіз сосын кірдіңіз ғой, е? Кірді, өзі отыр, неғып сөйлемейді ол кісі. Бауыржан Жандос Тойшы қорғады, Берікбаева қорғады. Айлин Құрманғазы Сейілханович кірмеген болатын бағана. Мен қалды дейді, бітті ма? Сияқты үйрейміз. Сосын жер кірмесін істеймін. Все, онда запись тоқтатайық. Жақсы әріптестер, бізде қайтадан уақыт аз қалды. Сіздердің барлықтарыңыз қорғаған болсаңыздар, онда біз записті аяқтаймыз. Конференцияны аяқтаймыз.